Сәлеметсіздер ме балалар? Біздегі бұл соңғы тақырыбымыз реферат жазу тақырыбы. Жалпы бұл тақырыбымыздың мақсаты сендер рефераттың құрылымын түсініп, өз беттеріңмен жазуды үйренетін боласыңдар. Жалпы реферат дегеніміз не? Реферат бұл белгілі бір тақырып бойынша ақпаратты жинақтап, талдап жазылған ғылыми жұмыс болып табылады. Реферат жазу барысында оқушы ақпаратты іздейді, оны түсінеді, өз сөзімен жеткізеді. Реферат оқушының ойлау қабілетін дамытады. Рефераттың мақсаты тақырыпты түсініп алу, ақпаратты жүйелеу, өз ойын жеткізу және зерттеу дағдыларын дамыту, дереккөздермен жұмыс істеу болып табылады. Біз реферат жазу барысында ең алдымен оның титулкасын жасаймыз. Осы бетке реферат, үлкен әріппен реферат дейміз да. Өзіміз қалғанша титулка жасауға болады. Немесе белгілі бір мектептің, немесе университеттің ережесіне сай жасаймыз. Міндетті түрде Times New Roman қолданайық. Осылай реферат мына жерге мысалға астына жазамыз. Тақырыбы. Интернеттің пайдасы мен зияны делік. Тақырып міндетті түрде ортаға жазылады. Рефератты да ортаға қояйық. Осылай мына жерге міндетті түрде орындаған аты жөні және жетекшінің немесе апайыңның аты жөнін жазып қоясыңдар. Келесі беттен бастап уже біз кіріспені бастаймыз. Мазмұнын бірінші жазып аламыз. Мазмұны деп бізде неше мазмұннан тұрды. Соны жазамыз. Ең алдымен неше бөлімнен тұрғанын жазамыз. Содан кейін оның тақырыптарын жазамыз. Біз интернеттің пайдасын, зиянын, қандай интернет пайдалы деген сияқты соның бәрін жазамыз. Одан кейін кіріспеде жазамыз. Кіріспе дейміз де. Кіріспе дейміз де. Интернеттің пайдасын жазамыз. Негізгі бөлім дейміз. Презентацияда бәрі түсінікті. Біз соған қарап жазатын боламыз. Презентация кіріспе негізгі бөлім. Қорытынды осы 3 бөлімнен тұрады. Жалпы бірінші кіріспеде біз тақырыптың маңыздылығын айтамыз. Екіншіде негізгі бөлімде тақырыпты толық ашып жазамыз. Ал үшінші бөлімде қорытындыда негізгі ойды жинақтап қорытындылап жатамыз. Төртінші бізде пайдаланылған әдебиеттер міндетті түрде. Пайдаланылған әдебиеттерді жазбасақ плагиат болып табылады. Пайдаланылған әдебиеттер осы 4 бөлімнен тұрады. Сендерге бір үлгі ретінде көрсетейін. Осы реферат Lego Mindstorms робототехника детальдары тақырыбында жазылған, міне орындаған және қабылдаған адамның аты жөнін жазамыз. Осылай Астана деп жазып қоямыз. Жылын кіріспеде осылай міндетті түрде азат жолдан ережені сақтап жазамыз. Негізі мына жерде осылай. Осындай баршаны бірдейге қойып жазамыз. Осылай компоненттері, осылай суреттерді жазамыз. Суреттер болса, міндетті түрде бірінші сурет деп оның анықтамасын жазу керек. Қорытындылаймыз міндетті түрде. Потом ең астына қолданылған әдебиеттер тізімін осылай жазып қоямыз. Қолданылған әдебиеттер өте маңызды болып табылады, білесіңдер. Соңында осы дереккөздерді көрсетеміз. Осылайша дұрыс құрылым бізде осылай болып табылады. Жалпы нәтиже жазылады. Қорытында негізгі ой қорытындыланады.
мысалы интернеттің пайдасы өте көп, сондықтан оны дұрыс пайдалану қажет деген сияқты біз интернеттен алған мәтінімізді өз ойымызша өзгертіп жазуымыз керек.